Soның біріншісін қараңыздар. Қыз бала бірінші дүниеге келді ме, сол қыз баланың туылған құрметі үшін Алла Тағала бір періштені жаратады да, сол ата анасына истиғфар айтып отырады. Бұл ұлға берген емес, ұл бала туылса ондай періште берілмейді. Қыз баланы жаратқан үшін Алла Тағала. Бұл бірінші құрметі, бірінші жақсылығы. Екінші жақсылығын қарасаңыз, сол қыз балаңызды қашан сіз еркелетіп, әр қыз балаңызды күлдірген сайын, қашан бір балаға жасқа толғанға дейін қыз бала сізді еркелетіп күлген сайын, сол ата анаға дозақтан, жаһаннамнан бір перде тұтыла береді. Арасында перде тұтыла береді. Әр қызыңызды қалай күлдіресіз? Кәмпит беріп күлдірсеңіз де, еркелетіп күлдірсеңіз де, ұл балаңызды қанша күлдірсеңіз онда перде жоқ. Қыз баланың құрметі үшін осы нәрсе бір перде тұтыла береді дозақпен. Бұл екінші жақсылығы. Қыз балаға берген жақсылығы. Қыз балаға берген үшінші жақсылығы сол ортада, сол қоғамда, атыңыз кім? Байболдың қызы бар екен деп біреулер арнайы ертегін іздеп келеді. Сондай әдепті, ақылақты қыз бар екен деп Алла Тағала сол ортада сіздің қоғамда бір дәреже көтеріп қойды. Қандай бай болсын, мансапты болсын, алдыңа келіп сұрайды да қыз. Алдыңызға келіп сұрап қойды. Бұл ұл балаға берген, қыз балаға берген немет. Үшінші жақсылығы қыз бала. Ал енді төртінші жақсылығын қараңыздар. Сол қыз бала әдепті, ақылақты, иманды болып, иманды бір мұсылман жігітке ұзатылсаңыз, сол ұзатылып кетуіменен өзінің ата анасын жәннатқа міндет қылып кетеді. Міндет уәжіп болады. Пайғамбарымыз болса, қайсы кімде-кімнің үш қызы болса деді, кейін екі қызы болса деді. Бұл қызға берген негметті. Бұндай негмет еш жерде жоқ. Ол балаға берген емес, қыз балаға берген негмет. Осында иншалла 4 сондай періштеңіз бар екен иншалла. Алла бес періштеңіз бар екен иншалла. Одан кейін де келіп жатса, қыз бала келіп жатса қуанып